Всех приветствую. Я хочу прокомментировать ситуацию, которая сейчас распространяется в интернете, в социальных сетях и затрагивает мое имя. Меня зовут Александр Пак. Реально шындықты білгілеріңіз келе ме? Анау ДТП бойынша Аль-Фарабидің бойында 3 адам қайтыс болып кетті. Золотая молодежь дейді Алматыда. Кім оларды крышевать ететіндігі? Қарапайым адам болса, зарлым, оларға заң бар, золотая молодежьға заң жоқ па? Мына депутат дұрыс айтады. Золотая молодежь, чиновниктің балалары. Бұл жерде Алматының полициясының бастығын емес, бұл жерде 102 и 120 дегендер бар, позывнойлары. Соларды алып тастау керек. 102 деген зампа служба департамент полицияның именно осы зикір екеуі 5 машина болып, двойной сплошойды қиып, подложный госномермен қалғандардың безгеріңізге кетіп барады. Солар двойной сплошойды қияды да, достықпен уафанасыдан шатта, Масеева төмен түседі, Аль-Фараби разворот алады да, запад жүріп кетеді да, 250 км в час жарысқан скоростары. И бір-ақ секундтың ішінде 3 адамның өмірін алып кетті. Оларды до этого ДПС спецбатальон тоқтатады. Тоқтатқан кезде тонировкамен тоқтатады, скоростьпен тоқтатады. Ішет, басқа звондайды, 120-ға звондайды, не болмаса 102-ге звондайды. 102 деген кім? 102 деген мына видеодағы адам. Міне спецназбен, арланмен тоқтатып тұр. Міне. Кто разрешил кататься деген кезде, вот этот человек разрешил кататься. Тыңдаңдар. Кто он такой, Узабаев Ержан, чтобы без прав или тонировкамен, или подложкамен, или шивап көлікті басқаруға рұқсат беретін? Кто он такой? Алматыда заң жоқ па не? Узабаев Ержан, и болмаса жаңағы 120 дейді уаттың бастығы. Шумаев Сергей Сатаевич деген кім ол? Ертең спецбатальонда жүрген балалар, линиядағы балаларды должностьтарын отстранить етесіңдер да? 3-4 экипаж сол күні ночқа түскен. И командир взводасы басқалар. Кім разрешение береді? Звондайды, саған жіберді, тоқтатпа, басқа деп айтады. Не үшін солар сендер наказать етпейсіңдер? Не үшін солар должностьтарын отстранить етпейсіңдер? Кто такой 120? Кто такой 102? Кто они такие? Заң бұзған адамға дәл осылай жібер оны деп айтатын. Қараңдар, штрафын қараңдар. 102-нің өзінің водителі, 102-нің служебный автомашинасы, оның штрафын қараңдар. Подложный госномермен бір күнде 500 мың или миллион теңге штраф жинап отыр. Құрметті президент мырза, министр мырза, өздеріңіз араласпасаңыздар болмайды мына жерде. Подложкамен жүр, 5 адам ішіп шығады, двойной сплошной қияды, подложкамен еще 3 адам сол қайтыс болып кетеді, олардың жарыстарының кесірінен. Әңгіме бұл жерде былай да, қысқасы. Өзіңді алып көр, қайтыс болып кеткен 2 қыз жаңағы зарлем қоятқан жігіт. Или туысқандарыңды алып көр. Отырдың таксиге 1 секунд, біреудің кесірінен сен кетіп қалыпсың өмірде. Кіршаң таяма? Таяды, мен жүрегім ауырады. Сен алдыңғы видеолардан өтіп кеткен болсаңыз, рилсті, сол полный көретін болсаңыз түсінесіз да. Ол қалай, олар спокойно подложкамен жүр. Тоқтатады, реально, спецбатальон, инспектор тоқтатады. Звондайды, жібер дейді. Жібермейсің ба ертең пост ДП-ға, басқа КПП-ға, өшең, қора, вообще басқа службаға алып кетесің керек болса. Әңгіме сол да. Жібересің, амал жоқ. Потокта келе жатыр ма, ол машинадан сен қашасың. ДПСник болып тұр. Бұл әңгіменің тоқтататын уақыт келді. СГО РК, позывной Рауан 99 деген бар бізде. Любой машина нарушение жасайды, соны жібертеді. Мен 99 мың ғой, Рауан мың ғой, басқа дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне для сведения болшы. СГО-дан по-любому комитет жоғары тұрады. Рауан болды, Рауан жібереді. Не нарушение? 43, 59, чеккен, двойной сплошной. Не бар, бейтіп жүреді, 99 Рауан. СГО-да позывной сопровождениеде неде жүретін. Ертең, не дай боқ, жібермедің, ертең сен елбасы президент келген кезде сен сопровождениеге түсесің, сен сол жерде 1-2 минут ұстап сені отстранить етіп тастайды да. Жібермесең. Для сведения, реально бұның бәрін ашатын уақыт келді.
бүйтіп блатовать етіп бүйтіп жүруге уже болмайды уже. Жүрмейтін ғой. Алматыда қалай ДТП болмасын, былай сен гаишниктен издеваться етіп қашып баратыр да. СГО-дағы 99 Рауан дегенің гаишниктен ДПС-ті в упор көріп тұрған жоқ. Тіреліп алған. Қызбен издеваться етіп келген кезде чотам деп отырады. Ол встречкаға шығып кетпей ма? Біреуді қақып кетпей ма? Ол сонда оған дозволено ма барлығы? Бұлай қашып бара жатыр да. СГО-РК, собственность безопасность, СБ-лар жіберіңіз. Көрсем мен Рауанның қалай сөйлесетінін, видеосын жіберейін сіздерге. СГО-дан. Достар, Аль-Фарабидің бойында жол апатының кесірінен 3 адам қаза тапты. Александр Пак дейма, ол кореец па или қазақ па, өзбек па, маған разница жоқ. Бай ма, кедей ма, қандай машина мініп алса да, департамент полиция не қарап отыр осы уақытқа дейін? Солар ғой бұл жақта ең басты кінәлілер. Бірде-бір патрулька жоқ. Осы уақытқа дейін неге мынау авариядан кейінді Абеновтың видеосында көріп отыр гонкалар? Ол лежащий полицейский ма или патруль қойып қой. Барынша барлық нәрсені істеуге болады ғой. Не істеп отыр департамент полиция бұл жақта? Не обязательно адам өлгіріп пе? Осы біздің Қазақстанда бүкіл өзгерістердің барлығы заң болсын, не болса да обязательно не бала-шаға андай бір 5 балалар өртеніп кету керек, или біреу батып кету керек, или осылай авариядан авария адамдар өліп кету керек. Тек сол кезде ғана оянады біздің қазақтар бар ғой. Департамент полицияға айтарым, Аль-Фарабидің бойына қатаң түрде білмеймін не ойлап табасыздар сіздер. Лежащий полицейский қоясыздар ма? Камераны усиляйтесіздер ма? Или әр километр сайын патруль қойып қоясыздар ма? Разница жоқ. Қалай болса солай жүре бермей халықты ойласаңдаршы хотя бы. Енді жаңағы жігітке максимум 10 жыл береді 345 баппен. Америкада дәл осындай жағдайға қатысты 28 жыл бас бостандығынан айырып жіберген қазақтың жігітін. Біздің заңнама немене? Америкадан кем ба не? Дәл осындай кеңкелестердің кесірінен қаншама адам қаза тапты. Қаншама семья адамдар өздерінің бала-шағасынан айырылды. Сұмдық қой мынау нәрсе. Ертең күні ақша береді, барынша кешірім сұрайды, болды. Ана адамды тірілте аласыңдар ма? Ешқайсысы тірілмейді ғой олардың. Шілдеден бастап жаңа құрылтай құрылама, блогерің бар, өтіріктен актерің бар, әншілерің бар, айтыскерлерің бар. Біреуінде бір құрылтайға жолатпаңдаршы соларды. Парламент деген, құрылтай деген не? Ойыншық па не сендерге не? Ол заң шығаратын орган Қазақстандағы. Барлығы не? Күлкілі болды ғой. Мади Ахметовың бар, Нұрлан Әлімжанның бар, бүкіл айтпай-ақ қойыншы олардың бәрі. Всех приветствую. Я хочу прокомментировать ситуацию, которая сейчас распространяется в интернете, в социальных сетях и затрагивает мое имя. Меня зовут Александр Пак, я проживаю в России, в городе Москве, и я не имею никакого отношения к трагическому дорожно-транспортному происшествию, которое произошло буквально недавно, 24 марта, в городе Алматы. В новостях фигурирует человек с таким же именем и фамилией, как у меня, который является виновником данного происшествия, из-за чего возникла путаница. К сожалению, началась волна негатива в мой адрес и в мой блог. Отдельно люди распространяют недостоверную информацию, выкладывают скрины на мои социальные сети, якобы это я, и в дальнейшем какая-то волна негатива распространяется. Я прошу не делать поспешных выводов и не распространять эту ложную информацию. Я искренне соболезную родным и близким погибших. Это страшная трагедия. И также я прошу общество сохранять уважение к ситуации и друг к другу. Пожалуйста, проверяйте информацию перед тем, как делиться ей. И благодарю за понимание.